еркек төмен әйелден. Еркек өзінің еркектік болмысынан ажырамау керек. Әйел адам еркекті көргісі келеді. Ерді емес, еркек. Егер әйел еркекті емес, өзі секілді әйелді көріп тұрса, әрине проблема болады. Оған бағынбайды ол. Оны тыңдамайды. Содан кейін негізгі жаратылыстың заңдылығы бұзылады. Еркек әйелден жауапкершілігімен, қамқорлығыменен, материалдық тұрғыдан, рухани тұрғыдан бір саты жоғары болу керек. Әйелдің де артықшылығы бар, еркек теңесе алмайтын. Мейірімділікте, балаға қарауда, аналық өзінің міндетін атқаруда, баланы дүниеге әкелуде, отбасының берекесін кіргізуде еркек төмен әйелден. Әйелдің жоғары тұратын жері бар, еркектің жоғары. Ал еркек қамқорлық, материалдық тұрғыдан, басқа тұрғыдан. Сол кезде әйел адам нәзік жаратылыс деп айтылады ғой. Сол нәзіктігімен ол бір табиғатынан бір қорғанышты, бір қамқоршыны, бір тұлғаны, бір сондай ер адамды іздейді. Егер таппаса сол ер адамды өзінің жарынан, ерінен, ол кезде баланс бұзылады. Ол кезде проблема басталады. Әл-муъминина рижалун дейді Алла Тағала. Мүміндердің ішінде еркектер бар дейді. Барлық еркек бола алмай қалады екен.